Саламатсыздар ма оқушылар және ата-аналар? Геометрия 8-ші сынып есептерін шығаруды бастаймыз. Алдымен 7-ші сыныптағы геометрия курсының қайталаудың есептеріне тоқталайық. Бір есептен менің YouTube каналымнан көрсеңіздер болады. Ал деңгейі бірінші есеп екі түзудің қиылысуына пайда болған бұрыштардың бірі 48 градусқа тең, қалған бұрыштарын табыңдар дейді. Яғни бізде бір деп қояйын. Біз ол үшін екі қиылысқан түзуді салып алайық. Примерно салайын, осылай. Екі түзу қиылысып жатыр. Так, дальше. Бұл бізде А, Б, С, Д деп алайық. Және қиылысуын біз О нүктесі деп алайық. Так, енді бізде О нүктесінде қиылысып жатыр. АВ неке көріп тұрғандар, және С түзулері О нүктесінде қиылысады. Енді бізде бұрыш А, О, Д, мына бұрыш А, О, Д, ол бізде 48 градусқа тең. Мына жеріміз 48. Сонда бізде оған вертикаль, мына СОВ бұрышымызда қаншаға тең болады? Ол да бізде СОВ 48 градусқа тең болады. Енді бізде мына АО, так, АОД бізде СОВ-ға сыбайлас бұрыш, яғни бізде бұрыш АОС тең бұрыш ДОВ. АОС неге бүйтіп сызықпен сызбасаңдар да болады. Тең ДОВ-ға. Сонда бізде мына сыбайлас бұрыштардың қосындысы 180-ге тең болады, немесе так, сонда 180 градус азайтылған бізге белгілі 48 градус. 180-нен 48 айтамыз, 132 градус болады. Сонда мына бізде барлық бұрыштардың қосындысы 360-ға тең болады, оны 7-ші сыныптан білеміз. Сонда мына 132 градус болса, ДОВ-да 132 градус болады екен. Мынау бізде 48. Сонда жауабын жазатын болсақ, жауабы бұрыш АОД тең бұрыш СОВ-ға, ол бізде 48 градус. Бұрыш АОС тең бұрыш ДОВ, ол бізде 132 градус екен.